Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын өз суы өзінде өте дәмді діндама жасаймыз. Онда банкіде пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдарды қолдап кетіңіздер. Сіздерден өтініш. Ол үшін бізге ет қажет болады. Етімізді осылай ұсақтап турап алдым. Енді оның үстіне картошканы, помидорды жуып тазалап, ұсақтап турап осылай қосып жібердім. Және сәбізімізді, пиязымызды, чесногымызды осылай майдалап, ұсақтап турап салып жібердім. Енді осының үстіне паприканы, қызыл бұрышты және де тұзымызды салып, өздеріңіздің қалауларынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болып, осындай банкілер қажет болады. Осы банкілерді жуып тазалап алдым алдын ала. Осылай араластырған салмамызды барлық банкілерімізге бірдей қылып осылай салып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Дәмді, өте сулы, өз майы өзінде өте дәмді болып шығады. Менің видео бөліміне өтсеңіздер, менің каналымда көптеген осындай пайдалы лайфхактар, пайдалы видеолар бар. Сол жерден ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай барлық банкілеріме салып алдым. Енді оның үстіне осылай капуста сасаңыздар болады, майдалап. Лаврович жапырақтан бір біреуден салып шықтым үстіне. Енді оның бетін осылай қатты жабылатын крышкалармен жауып, осылай нығыздап аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай міне барлығын салып болып, енді осыны пісіретін боламыз. Осылай банкілерімізге барлығына салып шықты. Менде 5 банкі болып шықты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, енді осыны қазанымыздың астына осылай полотенце төсеп жіберіңіздер. Төсеп болған кейін оның үстіне жаңа банкілерімізді саламыз жақсылап. Оның үстіне мұздай су құйыңыздар, өйткені ыстық су құйсаңыздар банкілеріңіз жарылып кетуі мүмкін. Мұздай суымызды құйып, осыны енді 2 сағатқа жақсылап қайнататын боламыз. Сыртынан банкі сынады деп еш қорықпаңыздар. Осылай суын көбірек қылып құямыз. Құйып болған кейін суымыз қайнаған екен, астын пас етіп жай отта 2 сағатта пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ешқандай қуырудың қажеті жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.